Нарутодағы көп кейіпкерлерге қарағанда ол жай ғана статист емес. Авторлар оған манга басталғалы бері көп көңіл бөліп, әлі де оны жан-жақты дамытып келеді. Ал сіздердің көбіңіз оны құмды Гаара деген атпен танисыздар. Сәлем достар, сіздермен аниме өмірі және мен бүгін сіздерді Нарутодағы менің ойымша ең толыққанды кейіпкерлердің бірі Гаарамен таныстырамын. Ал видео басталмай жатып сіздерге берер тапсырмам бар. Видео ішінен Мадараны тауып, тапқан уақыттың тайм-кодын астына жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан адамдарға менен лайк. Ал кеттік. 19 қаңтар Сунагакуре ауылы. Мерзімінен ерте туылған нәресте осы дүние есігін ашқан сәтте-ақ басы үлкен дауға қалды. Босану кезінде қатты қиналып, көп күш жұмсаған анасы оны тастап, о дүниеге кетіп барады. Оған қоса оның дүниеге ерте келуінің себебі оның туған әкесінің бұйрығы бойынша Чио әжей жас нәресте туылмай тұрған кездің өзінде оның денесіне құм ауылындағы ең зұлым тірі жан иесі Шукакуды мөрлеп тастайды. Ал нәресте ол Гаара еді, және бұл оның басынан өтетін қиыншылықтардың басы ғана еді. Гаара өз өмірін көпшіліктен изоляцияда болудан бастады. Бала кезінде Гаара мейірімді және ақкөңіл болды. Алайда ауыл тұрғындары одан қатты қорыққан соң онымен жақындасудан бас тартты. Бірақ дегенмен өз анасының және нағашысы Яшамарудың махаббатына сенген Гаара жауыздық әлеміне бет бұра қоймады. Дегенмен оның әкесі Раса адамгершілік Гаараны әлсіз Джинчурики қылады деп ойлап, оның болмысын өзгертуге тырысады. Сол үшін ол Яшамаруды Гаараны өлтіру үшін жібереді, және Яшамару Гаараны ешкім, яғни тіпті оның анасы да жақсы көрмегенін жеткізуі керек еді. Расаның жоспары сәтті іске асып, Яшамару дүниеден қайтқан соң Гаара шынымен де қатты өзгереді. Енді Гаара тек өзін жақсы көруді және тек өзі үшін өмір сүруді шешеді, және оның маңдайында сол кезде махаббат деген иероглиф те пайда болды. Кейінірек ол Сабакуно Гаара, яғни құмды сарқырамалық Гаара деген атқа ие болды. Гаараның тым қауіпті болып кеткенін байқаған Раса оның көзін жоюға 5 рет әрекет жасайды. Алайда Гаара сонда да тірі қалады. Суналық атқамінерлер болса, Гаараны қару ретінде қолданамыз деп, Расаның бұл әрекеттерін қолдай қоймады. Сырт көзге Гаара тыныш және сабырлы болып көрінгенімен, шын мәнісінде оның жан дүниесі тыныштық таба қоймаған еді. Шайқастарда ол өздерін тірі қалдыруға жалынған қарсыластарын аямай өлтіретін және тек кейде ғана кішіпейілділік танытатын. Одан бөлек Гаара өз басында Шукакудың дауыстарын еститін. Шукаку оны қанды істерге итермелеп, Гаара ұйықтап қалған жағдайда оның денесін басып алуды көздейтін. Сол үшін Гаара ұйқысыздыққа душар болды, және оның көздерінің асты сол себептен мангада және анимеде қара түспен ерекшеленетін. Бірақ Гаара адамдарды өзі де жек көретін. Сол үшін ол өз өміріне қауіп төндіре алады деген барлық адамдардың көзін құртуға тырысатын. Сол арқылы Гаара өзінің бұл әлемде өмір сүруге лайықты екенін дәлелдегісі келетін. Яғни Гаара үшін адам өлтіру қызықты процесс емес, белгілі бір себебі мен нақты нәтижеге алып келетін іс еді. Ал бұл оны қарапайым қанішерлерден ерекшелейді. Және мысалы бір адам Гаараны қызықтырмаса, Гаара ол адаммен сөйлеспеуге тырысатын, ал егер сөйлесе кетсе, ол адамды жақтырмай, көп жағдайда оны өліммен қорқытатын. Анимеде Гаара ең алғаш рет Чунин тесті басталарда көрсетілді. Ол Канкуроның Канахамаруға тиіскенін қаламай оған қоқан-лоқы көрсетеді. Артынан Гаараның көзі Учиха Саскеге түсті. Себебі ол Саскені өзіне ұқсатқан еді. Чунин тестінің бірінші кезеңінде Гаара құм көзі арқылы дұрыс жауаптарды көшіріп алып, тесттен сүрінбей өтті. Тесттің екінші бөлігінде Гаара, Канкуро және Темари қарсылас командалардың бірінен свитокты тартып алуы керек болды. Алдымен Гаара жаңбыр ауылының статисттерінен тұратын топтың басшысын аяусыз өлтіреді. Өлгісі келмеген топтың қалған екі мүшесі Гаараға свитокты бергенімен, Гаара ол екеуін де өлтіре салды. Сол сәтте ол
оларды бақылап отырған 8-ші топтың мүшелерін де байқады. Гаара 8-ші топты да фаршқа айналдырғысы келгенімен Канкуру мен Темаридің өтініштері бойынша олай жасамады. Артынан Гаара, Канкуру және Темари ең алғашқы болып орманды мұнараға жетеді және олар рекордты уақыт орнатады. Гаараны сергек бақылау камераларынан байқаған тест бақылаушылары Гаараның ешбір зақымсыз тестті өткеніне таң қалады. Себебі тіпті тәжірибелі шинобилердің өздері тестті ондай аз уақытта және еш зақымсыз өтуі екіталай еді. Үшінші кезеңде Гаараның алғашқы қарсыласы Рок Ли болды. Ли жылдам болғанымен Гаараның құмы оны әрбір соққыдан қорғап жатты. Ауырлатқыштарын шешкен Ли енді көз ілеспес жылдамдықпен қимылдап Гаараның бетін күрзі жұдырықпен таныстырған бірінші адам атанды. Дегенмен тиген соққылар Гаараның бетіндегі құмға тиіп, оны әбден шытынатқан еді. Артынан Ли Гаараға қарсы екі түрлі лотосты қолданып әбден шаршап қалады. Екінші лотос кезінде Гаара тек асқабағын құмға айналдыру арқылы ғана тірі қалған еді. Енді ол Лидің бір қолмен аяғын құммен қысып тастайды. Қимылдай алмай жатқан Лиді өлімнен Гай-сенсей құтқарып қалады. Гаара мұндай істі мүлде түсінбей, төбелес алаңын босатуды жөн деп табады және ол шайқас жеңімпазы деп танылады. Тесттің үшінші кезеңінің бірінші бөлімі аяқталғанда Гаара оның келесі қарсыласы Учиха Саске екенін естиді. Келесі түні Гаараны өз күшін дұрыс бағалай алмайтын топастау келген дыбыс шиноби Досу өлтіруге тырысады. Себебі ақымақ Досу Саскені өзі өлтіргісі келген болатын. Алайда Шукакуға айналған Гаара Досуды жер өңдейтін тыңайтқышқа айналдырды. Келесі бір айда бос жатқан Гаара Сунаның шабуылдау жоспармен танысады. Жоспар бойынша финалдық жекпе-жекте Гаара Шукакуға айналу арқылы ауылды іштен қиратуды бастауы керек еді. Ал соны пайдаланған дыбыс және құм шинобилері Канохаға басып кіру керек болатын. Финалға бір күн қалғанда Гаара ауруханада жатқан Лиді тауып алып, оны өлтірейін дейді. Бірақ оның жолын Шикамару мен Наруто бөгеп қалады. Шикамару мен Нарутоны боқ құрлы көрмейтін Гаара ол екеуін қосып өлтіруді көздейді. Дегенмен ситуацияға тағы да Майтогай араласып, Гаараға кері шегінуге тура келді. Гаара Саске екеуінің кек отына оранғанын түсініп, Саскені өз өміріндегі ең үлкен сынақ ретінде қабылдайды. Саскені өлтіру арқылы Гаара өз өмір сүру құқығын толыққанды етемін деп ойлады. Бірақ Саске шайқасқа қатты кешігіп келеді, ал оған дейін Гаараны жеңілуге көндіруге шөп ауылының екі статисті келеді және Гаара оларды әрине өлтірді. Басқа не істейді енді? Букмекерлік конторалардың барлық адамдарын сөйту керек. Финалды шайқас барысында Саске өз жылдамдығын Лидікімен теңестіріп, Гаараны соққының астына ала бастайды. Гаара болса құмды шардың ішіне тығылып, қолдарымен печать құрастырып, Уси Тора, Уси Пуси деп ұзақ айту арқылы Джинсаро, Несаро, Торисаро, Тацусаро, Несаро Шукакуды шақыра бастайды. Бір қызығы Досумен болған шайқаста Шукаку сыртқа бірден шыққан болатын, ал Саскемен шайқаста Гаараның ұзақ уақыт бойы Уси Тора, Уси Пуси деп айтуына тура келді. Ума, Уси Тора, Тори, Тацу. Дегенмен Гаара Шукакуды шақырып үлгермеді. Себебі Саске Чидори арқылы Гаараның қорғанысын бұзып өтіп, оның иығын жарақаттайды. Өз қанын алғаш рет көргеннен қатты әсер алған Гаара Шукакуды шақыруды тоқтата салды. Гаара енді денсаулығына байланысты Каноханы қирата алмаған соң, Бакидің бұйрығы бойынша Темари мен Канкуро Гаараны Сунаға апарып тастау керек болатын және сол жерде Гаара медициналық көмек алуы керек болатын. Алайда жекпе-жегім аяқталмады деп ойлаған Саске Гаараның артынан кетеді. Менің ойымша бұл Саскенің тарапынан жіберілген өте үлкен қателік еді. Себебі аренадағы барлық адамдар үшін Саскенің жеңісі айқын әрі күмәнсіз еді. Гаараларды қуып жеткен Саске алдымен Темариді жеңіп, сосын Гаарамен тағы да төбелеске түсті, ал Канкуроны сол уақытта Абурамышино тоқтатқан болатын.
Гаара ақырындап Шукакуға айнала бастайды, ал шаршаған Саске төбелесті жалғастыра алмай қалады. Гаара Саскені өлтіруге тырысады, бірақ оны Узумаки Наруто құтқарып қалады. Гаара Саскені тағы да шабуылдағанда оның алдын Сакура бөгеп қалады. Сакураны көргенде есіне еріксіз Яшамаруды алған Гаара қорққаннан Сакураны ағашқа құмды қол арқылы жабыстырады. Сакураны Гаараның құмды қолынан босата алмаған Наруто кері шегінуді кейінге қалдырып, Гаарамен шайқасқа түседі. Гаараның бірнеше шабуылына тойтарыс берген Наруто өзінің ішкі чакра көзіне сүйену арқылы 100 көлеңкелі клон жасай алды. Клондарға тойтарыс беру үшін Гаараға Шукакудың толық формасына енуге тура келді. Гаараны өзі жеңе алмайтынын түсінген Наруто көмекке Гамабунтаны шақырды, ал Нарутоның күшейгенін байқаған Гаара өз денесін толық Шукакудың иелігіне өткізді. Соғыс алаңында Гамабунта мен шынайы күйдегі Шукаку пайда болды. Мен өз басым шайқас барысында Шукаку, Биджудама және тағы басқа үлкен кеңістікті құрта алатын нинджутсулар қолданып Гамабунтаны Миябоку тауына тез аттандырама деп ойладым. Алайда авторлар Шукакуды әлсіз қылып көрсетіп, Гамабунта оған қолынан келгенше қарсылық көрсетіп жатты. Және авторлар Нарутоны жеңіске жеткізу үшін Гаараны Шукакудың үстіне шығарып қойған болатын. Сол арқылы дәл уақытты таңдай білген Гамабунта мен Наруто Гаараға жақындап, Наруто Гаараға жойқын соққы бере алды. Гаара оянғанда Шукаку оның денесін бақылаудан шығарып алды. Осылайша 5 ұлы нациялар өз қолына түсіргісі келген адам сенгісіз күш иелерінің бірі, бір құйрықты Биджу Шукаку оқиға желісінің құрбанына айналып, ар ұяттан жұрдай болып жеңіліске ұшырады. Төбелес аяқталғанда Наруто Гаараға екеуінің балалық шақтары ұқсас болғанын және өз достары үшін ол кез келген қарсыласты тоқтатуға дайын екенін айтады. Қызық, неге ол сценаристер мен автор оны жеңіске жеткізу үшін ең мықты деген жаулардың өзін ақымақ қылатынын айтпады екен. Нарутоның өз күшін қайдан алатынына таң қалған Гаара өз жеңілісін мойындайды. Кейінірек оны Темари мен Канкуру алып кеткенде, Гаара олардан кешірім сұрап та үлгерді. Біраз сериялар өткен соң Гаара Саскені құтқару миссиясында көрсетілді. Гаара сол миссияда Роклиге көмек беріп, Кимимаруға қарсы шайқасты. Қарғыс мөрінің күші арқылы Кимимару Гаараның ең мықты деген нинджутсуларынан аман қалады. Гаара болса өзі қолданатын құм мөлшерін көбейте отырып Кимимаруны жер қойнауына тапсыруға тырысты. Алайда соңғы күштерін жинаған Кимимару ең мықты нинджутсусын қолданып, артынан үлкен сүйектердің бірінен Гаара мен Лиге шабуыл жасайды. Бірақ шабуылын аяқтай алмай тұрған жерінде о дүниеге қайтып кетеді. Осы шайқас барысында Гаараның жақсы жаққа қарай өзгергенін бірден байқауға болады. Гаара болса Кимимаруның Арачимару арбауына түсіп қалғанын байқап, оны иландыруға тырысқанымен, Кимимару өмірінің соңына дейін Арачимаруға адал болып өтті. Кимимаруның соңғы деміне дейін өз мақсатына адал болуын Гаара Нарутоның мінезіне ұқсатты. Көп адамдарға, әсіресе кішкентай балаларға Гаараның жауыз кейіпкерден жақсы кейіпкерге айналғаны ұнамады. Олар Гаараны сол баяғы қанды балақ шиноби ретінде көргісі келді. Олардың ойынша Гаараға жауыз болу әлде қайда жарасатын, және олар Нарутода онсыз да жақсы кейіпкерлер көп деп айтып жатады. Ал менің ойымша Гаараның жақсы жаққа өзгеруі оны одан да қызықты кейіпкер ете түсті. Себебі сол арқылы біз Гаараның тұлға ретінде өсіп, кейіпкер ретінде дамығанын байқай алдық. Одан бөлек Гаараның жауыздығы оның қиын балалық шағы мен содан туындаған проблемаларға байланысты болды. Яғни адам өлтіру Гаара үшін қызықты, ләззат алатын процесс болмады. Сол үшін оның жақсы жаққа өтуі тек уақыт еншісі еді. Және Гаараға да шын мәнісінде түсіністік, достық пен махаббат керек еді. Ал жауыз кейіпкер ретінде біраз уақыттан соң Гаара қызықсыз болып қалар еді. Ал сіздер осы жайлы не ойлайсыздар? Мүмкін менің пікірім қате шығар. Астына өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Гаара өз миссиясын сәтті аяқтаған соң, олар канохалықтарды ауылдарына апарып, сол жерден Сунагакуреге қайтып кетті. Одан бөлек Гаара Нарутоның бірінші маусымының соңында
филлер серияларда көрсетілді және Наруто Шиппуденде Гаараның туылған сәті жайлы флешбектерден бөлек Гаараның құм ауылының шинобилерінен Нарутоның тобымен бірге тойтарыс берген серияда бар. Ал осымен мен Gaara өмірінің бірінші бөлімін аяқтаймын. Келесі бөлімде мен Наруто Шиппудендегі Гаараның өміріне толық тоқталатын боламын. Комментарийге Мадараның тайм-кодын жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған аниме өмір. Барлықтарыңызға рахмет және сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.